Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ, мақтадай үлпілдек, дәмі өте кереметтей болып шығатын, іші шарик болып ісіп шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Бұл рецепті үйде отырған келіншектеріміз табысқа айналдырса болады. Яғни үйде отырып тапсырыс қабылдауға болатындай рецепт, немесе кез келген үлкен жиыныңызды абыроймен атқарып шығуға көмектеседі. Ең алдымен қол күйдірмейтін жылы суға дрожь салып, қант салып, жақсылап араластырып алатын боламыз, және де бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Бұл аралықта бөлек ыдысымызға сүт құйып, 2 жұмыртқамызды салып, сармай қосып, аздырақ майонез қосасыздар. Майонез қоссаңыздар өте дәмі ерекше жұмсақ болып шығады, және де кіші қасықта тұз қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Массамыз бірігуі қажет. Бұл аралықта біздің суға араласқан дрожжымыз көпіріп, осылай бетіне көпіршіктері шығады. Сол кезде сүтті массамызға қосып, барлығын біріктіріп араластырып алып, онда аз-аздан, яғни 2 немесе 3 бөлікке бөліп, қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Ешқандай түйіршіктерсіз біркелкі қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды илеп алған соң, бетінен кішігірім сұйық май құйып, бетін пищевой пленкамен немесе пакетпен жауып, жақсылап орап, жылы жерге алып қоятын боламыз. 1 сағат немесе 40 минутта көтеріліп шығады. Қамыр көтеріліп шыққан соң, бетін басып, қайтадан көтерілуге жібереміз. Дәл осылай 1 немесе 2 мәрте қайта көтерілуге жіберсеңіздер, яғни басып болған соң көтерілуге жіберсеңіздер, бауырсақтарыңыз өте жұмсақ, іші үлпілдек, шарик болып шығуына көмектеседі. Дәл осылай кем дегенде 1 мәрте басып, қайта көтерілуге жіберіңіздер. Бізде қамырымыз 2-ші мәрте көтеріліп шықты. Үстін басқан соң, қайта көтерілмей қалма деп қорықпаңыздар, міндетті түрде көтеріледі. Тек қана сіздер дәл осы рецептпен граммдарына дейін дұрыс салып, қамырларыңызды ашсаңыздар, міндетті түрде дұрыс көтерілетін болады. Көтеріліп шыққан қамырымызды 2 зуалаға бөліп, қазір жаятынымызды шетке алып, қалған бөлігін қайтадан бетіне пленка жауып, шетке ала тұратын боламыз. Ал енді бауырсақтарымызды жаюға кірісеміз. Көп үн шашудың қажеті жоқ, аз ғана үн шашып, өте қатты жұқа емес, кішкене қалыңдау етіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылай жайып болған соң, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формамен кесіп аласыздар. Мен домалақ етіп кесіп алдым. 4-3 етіп жасасаңыздар да болады. Шеттерінен артылған қамырды қайтадан зуалай етіп бауырсаққа қолдансақ болады. Кесіліп дайын тұрған бауырсақтарымызды шашықтың немесе дастарханның үстіне қойып алыңыздар. Өйткені столдың бетіне жабысып қалуы мүмкін. Пісіргенге дейін, яғни майымыз қызып дайын болады дегенше, осылай бетін жауып ұстап тұратын боламыз. Бұл аралықта 2-ші зуаламызды да жайып дайындап алатын боламыз. Дәл осылай барлық бауырсақтарымызды жайып шашықтың немесе дастарханның үстіне қоятын боламыз, және бетін жауып қалдыратын боламыз пісіргенге дейін. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген көрермен болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда күнделікті жаңа видео рецепт, өте оңай және де өте дәмді болып шығатын рецепттерді бөлісіп отыратын боламын. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, және де өздеріңіздің ойларыңызды комментарийде жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біздің бауырсақтарымыз дайын. Ендігі кезекте қуыруға кірісетін боламыз. Табамызға сұйық май құйып, қызып тұрған майда қуырып пісіріп алатын боламыз. Сіздер тек сұйық майдың өзіне қуырсаңыздар болады. Мен осылай тоң май қосатын боламын, яғни сұйық майдың үстінен тоң май араластырамын. Көп жерде кулинарный жир деп айтып жатады. Тоң май салса, бауырсақтан иісі немесе дәмі шығуы мүмкін бе деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Мүлдем тоң майдың иісі бауырсақтан шықпайды, дәмі де сіңбейді. Және де бұл үлкен лайфхак, сіздерге айта кетерлік жайт. Осылай сұйық майға азырақ тоң май араластырып пісіретін болсаңыздар, сұйық
майдың да тоңмайдың да дәмі де иісі де бауырсаққа жұқпайды, және де май сіңіп кетпейді. Яғни сіздердің бауырсақтарыңыз өзіне май сіңіріп алмайды, іші майсыз, өте дәмді үлпілдек мақтадай бауырсақтар пісіп шығатын болады. Дәл осы реттікпен бауырсақтарымыздың барлығын пісіріп алатын боламыз. Яғни майға салып, екі бетін қысартып алып, осылай майынан ажыратып, майын сіліктіп алып, салфетка төселген ыдысқа салып алатын боламыз. Яғни май ажырап шығу үшін. Және де қатты қызып тұрған майда қатты отта пісірудің қажеті жоқ. Орташа отта немесе орташадан төмен отта пісірсеңіздер, осылай бауырсақтарыңыз ісіп, ортасы шарик болып шығатын болады. Осымен біздің өте керемет үлпілдек бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Осы рецептпен дайындасаңыздар, басқа рецепттермен дайындамайтын боларсыздар, өйткені бір жасағынан ұқсап шығады, және де өте дәмді, кез келген жиыныңызды абыроймен атқарып шығуға көмектеседі. Мен өзім бірнеше жылдан бері қолданатын рецепт сіздерге де ұсынып отырмын, және де үйде отырған келіншектерімізге тегін мастер-класс деп айтуға да болады. Үйде отырып дәл осы рецептпен бауырсаққа тапсырыс қабылдай берсеңіздер болады. Ал осымен біздің керемет бауырсақтарымыз дайын. Ас болсын, қыз-келіншектер, менің арнама тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық керекті ингредиенттерді описаниеде жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп қарап көрсеңіздер болады.